Менің есімім Алмагүл Ержекенова. Мен дәрігер-терапевт және диетологпын. Диетологтар чит-мил ұйымдастырады ма? Өте қызықты сұрақ әрине. Чит-мил деген түсінік осыған дейін де бұрын да қандай да бір нәрсеге шектеу қойылған. Ал енді алаяқтық жасау арқылы сол бір нәрсеге рұқсат беруден шығып отыр. Менің ойымша, жалпы дұрыс тамақтануды ұстанып жүретін есті диетологтардың көбі, егер тіпті шартты түрде зиянды бір нәрсені жеп қойса да, мұны чит-мил деп санамайды. Жаман және жақсы тамақ болмайды. Тек белгілі бір сәттерде, жағдайларда нақты бір осы адамға жарайтын тамақ қана болады. Адам мінсіз болу үшін мінсіз салмаққа қалай қол жеткізуге болады? Сұраққа сұрақпен жауап беретін шығармын. Адам жалпы мінсіз болуы мүмкін бе? Әрі бұл оған қажет пе? Мінсіз салмақ ұғымы бұл тек математикалық осындай бір құрылым ғана, тек бағдар ретінде ғана қолданылатын белгілі бір конструкт. Алайда мінсіз салмақ көптеген жағдайларды ескере бермейді. Бұл таза математика. Ал өмір ешқашанда мінсіз бола алмайды. Әрі біздер де адамдар ретінде ешқашан мінсіз болмаймыз. Сондықтан да менің ойымша, ойыңыздағы бұл түсініктен жай ғана арылу әлдеқайда оңайырақ және жайлы болмақ. Егер темекіні тастасаң, онда артық килограммдар бірден пайда бола ма? Орта есеппен алғанда темекі шегуден бас тарту бір жыл ішінде шамамен 3-4 килограммға дейін артық салмақ жинауға келеді. Бұл жерде ер адамдар мен әйелдер бойынша вариациялар баршылық. Дегенмен ең кемінде 3-4 килограмм дегеніміз бұл сол бір әйгілі адаптация болып отыр. Метаболизмнен никотин түсіп қалды, әрі оны ендігіден былай бұзу, метаболиттерге айналдыру, шығарудың қажеті жоқ. Әлбетте, адам ағзасы энергияны үнемдейді де, оттегіні көбірек тұтынады. Әрине, осы тұста салмақтың кішігірім қалыпқа келуі болады. Бұл салмақ қосу емес, бұл қалыпқа келу үдерісі. Әрі мұндағы басқа бір сұрақ, бұл бізге ұнай ма? Бұл біз үшін түсінікті ме? Біз бұны қабылдаймыз ба? Алайда сау ағза салмағын әрдайым өзі реттеп отырады, және айналадағы жағдайларға байланысты оны қалыпқа келтіретін болады. Біз зиянды төмендету туралы сөз еткенімізде, ең алдымен әрине никотиннің мөлшері туралы айтып отырамыз. Иә, бір жағынан әлдеқайда жеңіл, күштілігі анағұрлым аз келетін темекіге ауысу, бұл өз жүйеңізді никотиннен тазартудың тәсілі. Дегенмен темекіде тек никотин ғана зиянды емес қой. Ол жерде 4000-нан астам алуан түрлі заттектер кездеседі. Соның ішінде канцерогенді де, аса уытты да, әрі гендерге ықпал ететіндері де бар. Никотиннің концентрациясынан болатын зиян ғана азаймайды. Сондай-ақ шайыры, тұншықтырғыш газы, қағазының жануы бар кәдімгі темекіні алмастыру арқылы төмендейді. Яғни қазіргі заманғы тәсілдерге алмастыру, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді айтып отырмын. Әрі бұл тұста нағыз ымыра, нақ осы темекіні қыздыруға арналған жүйелерде жатыр. Иә, ол жерде темекінің өзін майлап, ауырлата түсетін бір шама пропилен гликоль бар. Алайда темекіні қыздырылмайды, жанбайды, ол тек қана никотинді шығару үшін жеткілікті болып келетін жоғары температураларға дейін қыздырылады. Сөзге болса, аталмыш ілеспе заттектерге айтарлықтай жақсы бөгеу болады. Тағы да айтайын, олар абсолютті 100%-ке дейін сүзілмейді. Дегенмен бұл зияны анағұрлым азырақ балама нұсқаларға өтудің тамаша тәсілдерінің бірі. Ұйықтар алдында бір бокал шарап ішу бұл артық салмақтың кепілі ме? Адамдардың көбі кешкісін әрбір кеш дерлік шарап ішеді. Егер метаболизм қалыпты болса, егер асқазан мұны көтерсе, өйткені шарап бұл жалпы алғанда асқазан шек жолы үшін қайткенде де аса тітіркендіргіш сусын болып саналады. Онда жоқ, бұл салмаққа әсер етпейді. Алайда басқа жағынан қарасақ, нейробиологтар, дәрігер-неврологтар не туралы айтады? Алкогольдің кез келген дерлік порциясы зиянды. Ешқандай ымыраға жол жоқ. Кез келген тіпті 1 грамм бұл зиян. Бұл әрдайым жүйке жүйесі үшін залал. Ал жүйке жүйесі біздің бұлшықеттерімізді де, байламдарды да, тамырларды да қамтамасыз етеді. Зиянды төмендету бұл бір өте керемет тұжырымдама, әрі өзі өміршең дүние. Ол біздің өмір сүріп жатқан салтымызға, қазіргі заманғы өмір ырғағына енуге қабілетті. Әрі осы себептен мен сарапшы ретінде осы тұжырымдаманы қолдаймын. Ал алкоголь туралы айтар болсақ, әлбетте оның мөлшерін азайту керек. Мөлшері не болмаса күштілігін төмендету, яғни екі жол бар. Осы тұста көбінесе алкоголі төмен сусын тұтынылғанда мөлшері арта түседі. Яғни біз сыра, шарапты көп мөлшерде іше аламыз. Өйткені адамның алкоголь, сұйықтық, бояғыш
бояғыштар мен басқа да заттардың үлкен көлемнен алатын әсері себебі біз әрдайым тек қана мінсіз алкогольді сусындарды ішпейміз ғой. Ол жерде әрқашан әйтеуір бір нәрсе кездеседі. Қандай да бір сироптар, қант, қандай да бір бояғыштар және басқа да заттар. Әрі бұл мағынада бәлкім күшті сусындарға назар аударған да жөн шығар. Мәселен, 2 литр сырадан алатын әсер берерлік мөлшерді санап шығаруға болады. Егер сапа туралы сөз қозғасақ, онда ішетін болсаңыз, жақсы нәрсені ішкеніңіз абзал. Адекватты нутрициологтар мен диетологтар мына бір жайтты түсінеді. Алкогольді толық алып тастау заманауи адамның 100% адамдардың өмірінен мүлдем алып тастау мүмкін емес. Биологиялық белсенді қоспалар денсаулық үшін қауіпті ме? Биологиялық белсенді қоспалар бұл жақсы да емес, жаман да емес. Олар бар, болды, қарсы алыңыздар. Олар заманауи әлемнің тамақтану жетіспеушіліктеріміздің қажеттілігі болып отыр. Әрі олар орынды жерде қабылданып жатса, демек олар өте қажет. Әрі сол жерде аса пайдалы деген сөз. Ал мен тек биологиялық белсенді қоспалар құралдарымен ғана тамақтанамын, және солардың арқасында ғана өзіме қажетті заттарды алып, супер адам бола аламын деген секілді жағдаяттар болғанда, сонда бар түйткілдер басталады. Адам нақ осы фокусты жоғалтып алады, яғни маркетингтің қисық линзалары оның таңдауына ықпалын тигізе бастайды. Бір айдың ішінде 20-25 килограмм салмақ тастау мүмкін бе? Болады, неге болмасқа? Егер қатты тырысып көрсеңіз, әрі мұны көмекке келетін адамдар тобымен бірге жасасаңыз, бәрі де мүмкін. Соның ішінде ол адамдар психологиялық тұрғыдан көмектессе, сонымен бірге қандай да бір дәрі-дәрмектер жағынан көмектескен жағдайда, ал бұл физиологиялық тұрғыдан дұрыс па? Денсаулыққа деген зияны болмас па екен? Бұл мүлдем басқа сұрақ. Дегенмен бір айда 20-25 килограммнан арылу, бұл әбден мүмкін. Ал осының бәрі өз бетімен қандай да бір жөнсіз әдістермен жасалса, мәселен, мүлдем тамақ ішпеуден бастап, биологиялық белсенді қоспалар мен дәрі-дәрмектердің ретсіз қолданысына дейін, не болмаса, Латын Америкалық үндістердің қандай да бір жабайы тәсілдерін пайдаланғанда, міне, сол кезде бұзылыстар бола бастайды. Әрі адам оларды бірден байқамауы да ықтимал. Олар қайтып келеді. Дәл осының салдары 10, 20, 30 жылдан кейін. Ол уақытта қартаю, адам ағзасының табиғи қартаю үдерісі жүріп жатады, бәрі де біліне бастайды. Сол кезде болған биохимиялық бұзылыстар өмірдегі сол бір ең жақсы, яғни адам 20-25 килограммнан айырылған айдағы салдар. Салауатты тамақтану қымбат па? Салауатты тамақтану бұл бүгінде біздерге сатуға тырмысып жатқан әлдебір қоқыспен салыстырғанда қымбатырақ. Әрі мұның дәйекті екені сөзсіз. Әлбетте, қымбатырақ дегенмен бұл тұрарлық нәрсе. Мұнда әрдайым мына бір ойға оралып отыру керек. Нәтижесінде біз бәрібір үнемдейміз. Өзіміздің эмоционалдық күшімізді, физикалық денсаулығымызды үнемдейміз. Медициналық қызмет көрсету жағынан міндетті түрде үнемдейміз. Өйткені жалпы алғанда теңдестірілген тамақтану рационы бұл әрқашан анағұрлым ұзақ уақытқа айтарлықтай жақсы хал-күйімізді қамтамасыз етеді. Күнкөріс минимумына толыққанды тамақтану мүмкін емес. Өкінішке қарай жоқ. Сол 45-46, 52 мың бұл тек жарты ай шығар, дегенмен бір айға жетпейді. Калорияларды санау міндетті ме? Жоқ, оларды санау мүлдем қажет емес. Керісінше, оларды санауды ұмытқан абзал. Егер қаласаңыз, тіпті жеке өзім де тәрелкенің калориялығын бағалаудан құтылуға тырыстым. Көптеген жылдар бойы қалыптастырған әдетім еді. Стационарларда, оңалту орталығында дәл осы калорияларды санау әдеті. Ал содан кейін тәрелкеге қарағанымда тамақты емес, калориялар санын, ақуыздар, майлар, көмір сулардың мөлшерін ғана байқайтынмын. Бұл рахаттана отырып тамақтануға қатты кедергі ететін. Бұл алуға тиісті нәрселер болып саналатын емес, қажетті деген нәрселердің барлығын алуға бөгет жасайтын. Сондықтан калориялардан арыламыз. Яғни сөзбе-сөз мағынасында қандай да бір өнімде оларды көруден арылайық. Бір кешкі астан артық салмақ қосуға бола ма?
Жоқ, бұл не дегеніңіз? Бір кешкі астан бір рет ас қабылдағаныңыздан не болады? Бәлкім асқазанның тамақ қорыта алмауы ғана шығар. Ағза өзі тағы да айтамын. Ағза ақымақ емес. Денеміз өте ақылды. Егер тым көп жеп қойса, адам жай ғана лоқсып бастайды. Егер калориялар, майлар және тағы басқа нәрселер тым көп болса, олар қорытылмай қалады. Яғни тамақты қорыта алмау неліктен болады? Өйткені ол сіңірілмей қалады, өңделмеді. Әрі алдағы бірнеше сағаттың ішінде ішек арқылы бірден шығарылады. Менің ойымша адамдардың көбі дәл осы әсерді өз бастарынан кешкен болатын. Яғни қажет болғаннан гөрі көбірек жеп қойып, содан кейін іш өтеді. Әрі ағза мұның шамадан тыс екенін түсініп отырғаны жайдан жай емес. Бұдан құтылған абзал. Бір кешкі астан салмақ қосу мүмкін емес. Ең бастысы, бір кешкі ас осындай кешкі астардың сериясына ұласпаса болғаны. Бар гәп осында. Білікті диетолог пен дилетанттың айырмашылығы неде? Білікті диетолог та дилетантқа қарағанда өзіне деген сенімділік ерекшелендіреді. Диетолог жалпы кез келген сапалы дәрігер, ол ешқашан 100% сенімді болмайды. Өзіне де, әрекеттерінің нәтижесіне де. Ол әрбір бөлек ағзаның мүлдем болжауға болмайтындай реакция беруі мүмкін екенін әрдайым түсінеді.